Ассалаумағалейкум. Қазаның арты қайырлы болсын. Қалған өмірін ұл қыздарына берсін деп біз көңіл айтып жатамыз. Енді осы көңіл айту қаншалықты дұрыс? Өздеріңіз ойлап қараңыздар. Адам дүниеге келеді. Алла тағала жан бергесін. Дүниеге келеді. Ол 60 жыл өмір сүрер, 100 жыл өмір сүрер. Оның бұл 5 күн жалғандағы дәм тұзы таусылған кезде дүниеден өтеді. Ол өлген соң бұл 5 күн жалғандағы өмірі бітті. Жоқ деген сөз. Сіз жоқ өмірін қалай ұл қыздарына тілейсіз? Жоқ өмірді. Демек бұл түсінік таным, бұл көңіл айту дұрыс емес. Сондықтан мұқият болыңыздар. Аңдамай сөйлеген ауырмай өледі деген қазақ атам. Осыған бір мысал келтіре кетейін. Өздеріңіз білетін Серікбол Сайлаубек деген әнші бауырымыз 4 қыздан кейін дүниеге келген ұл екен. 4 қызды болған Серікболдың әкесі: "Е Алла, маған бір көзі соқыр болса да ұл берші" деген екен дастархан басында отырып. Алла тілеуін қабыл қылып қойып, Серікбол Сайлаубек дүниеге бір көзі соқыр болып келген екен. Міне қызық, міне Құдайдың құдіреті. Біз аңдамай сөйлеу арқылы өзімізге жаманшылық тілеп алады екенбіз. Осыған мұқият болайық. Көңіл айтқанда дұрыс көңіл айта білейік. Айтайын дегенім осы: қателікке бой алдырмауға тырысайық. Аман болыңыздар, жүз жасаңыздар, ғұмырлы болыңыздар, ұл қыздарыңыздың, немере шөберелеріңіздің рахатын көріңіздер. Жақтарыңыз түспей, жаманшылық көрмеңіздер. Аман болыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.